190 бірінші бір жобасын қарайық. Натурал сандар және 0 саны. Бірінші нұсқа, орындау уақыты 15 минут. 3 тапсырма бар, әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтейік. X, Y және Z нүктелерінің координатасын чертеж бойынша табыңдар. 0-ден басталатын координаттар бас нүктесінен біздер бірлік сан арқылы 10-ға жылжимыз. 1, 2, 3 олай болатын болса, X нүктесінің координатасы 3-ге тең деп жазасыңдар. Y санының Y-тің координатасын табу үшін Y нүктесінің біздер тағы да мына жақтан 1, 2, 3, 4. Мына жақта айтпақшы бізде 20. Онда бізде бірлік ауысады. Мына жақта бізде 10 бөлікке бөлінген, онда біреуі бізде 2-ге тең болады. Өйткені 2, 4, 6, 8, 10 болады. Мына жақта 12, 14, 16, 18. Әрқайсысы 2-ге бөлінген болғандықтан 20-ға тура келді. Олай болатын болса, X бізде Y бізде 10-ға тең болады. Бұл жерде Y тең 10 десін жақшаға, Y нүктесінің координатасы 10 десіңдер. Енді мына жақта 21 болып тұр. Онда бізде қарайық неше бөлікке бөлінген. 1-ден басталып тұр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 бөліктен тұр. Онда тағы да бұл жерде әрқайсысы 2-ден болады. Онда мына жақта бізде 3 болады. 5, 7, 9, 11, 13. Бірыңғай тақсандар шығып отыр. 15, 17, 19 және 21. Осыған да мұқият назар аудару керек. Олай болатын болса, Z. Міне осындай тура астына жазып шығасыңдар. Z бізде 15-ке тең болады. Z нүктесінің координатасы 15-ке тең. Тағы бір айтайын, алдымен сіздер мына қанша бөлікке бөлінгенін есептеп аласыңдар. Қандай координаталар бас нүктесіне неден басталатынын қарап аласыңдар. Сосын барып қана қанша санға аттаймыз, соны белгілеп аласыңдар. Сөйтіп барып нүктелердің координатасын табасыңдар. Өрнекті ықшамдаңыз, бірінші тапсырма. Екіншісі, алынған амалдардың нәтижесін пайдаланып теңдеуді шешіңіз. 8 көбейтілген 12m қосылған 27 қосылған 5 31 азайтылған 17m тең болады. Көшіріп аласыңдар, сосын жақшаны ашамыз біздер. 8-ді 12-ге көбейтеміз 96m десіңдер. 8-ді 27-ге көбейтеміз 100. Немесе қиналсыңдар, бұл жерде көбейтіп алсаңдар болады. 8-ге 56 алтын жазасыңдар 5 ойда, 16, 21, 216 деп жазып алсыңдар. Қосылған 5-ті 31-ге көбейтсеңдер 155 деп жазасыңдар. Сосын 5-ті көбейтеміз 17-ге минус 85m деп жазасыңдар. Сосын әр төртнектерді, санды өрнектерді бөлек-бөлек ықшамдаймыз. Қысқартып жазамыз. 96, мына жақта азайтылған 85 болады 11m. Сосын 216 қосылған 155. Тағы да оны мына жерде чернекте қосып алсаңдар болады. 216, 155 қосамыз. 1 ойда 7, 331 десіңдер. Қосылған 371. Так, енді ары қарай бізде осы өрнекте енді мына теңдеуді шығарыңдар. Қайтадан мынаны көшіріп отырып, қайтадан ықшамдап отырмаймыз. Байқасаңдар, мынандай тең болып тұр, мыналар. Біздер осы ықшамдалған түрін 11m қосылған 371-ді аламыз да 448-ге теңестіреміз. 11m тең болады 371-ді мына жаққа өткіземіз. 448 азайтылған 371. 11m тең дейміз 448 азайтылған 371 дейміз. Мына жақ 7 болады, мына жақта да бізде 7 болады. Сонда 77-ге тең, m тең болады, 77 бөлінген 11. Бұл жерден біздер m7-ге тең екенін көреміз. Осылайша сендер екінші тапсырманы орындайсыңдар. Келесі үшіншісі мәтін есеп, мұқиятты 2-3 рет оқып болыңдар. Көрермендер залында 500 орын бар. 54 адамнан тұратын 6 топ өз орындарына отырғаннан кейін неше орын бос қалды. Алдымен барлығы деп жазып аласыңдар. Алдымен барлығы деп жазып аласыңдар. Барлығы 500 орын. Сосын 54 адамнан 6 топ құрастырылса, онда қанша орын болғанын қазір тауып көрейік. 54-ті 6-ға көбейтеміз.
Мұнда 324 орынға адамдар жайғасады. Бұл бірінші амал. Екінші амал қанша қалды енді? Барлығы 500 орын болса, онда 324-ті 500-ден азайтамыз, сонда қалады 176 бос орын дейсіңдер. Сізде осыны сұрап жатыр міне, неше бос орын. Сонда жауабын жазасыңдар. Жауабы 176 бос орын қалды. Осылайша БШБ-ны бұл 3 тапсырмасын орындап шығасыңдар, жазып шығасыңдар. Екінші нұсқасын біздің YouTube арнадан көре аласыңдар. Сұрақтарың болса комментарийға жазыңдар, достарыңмен бөлісіңдер.